Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздерменен қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз Шортанбай Қанайұлы, анафора, эпифора. Оқу мақсаты: әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау. Бағалау критерийлері: әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдайды. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты шынайы өмірмен байланыстыра отырып гуманистік тұрғыдан талдайды, көркемдегіш құралдардың ерекшеліктерін ажыратады. Әдеби кейіпкерлердің гуманистік қасиеттерін талдай отырып, тұлғалық болмысына сыни пікір білдіреді. Зар заман дегеніміз не? Мұхтар Әуезов зар заманға мынандай анықтама берген екен. Зар заман деген 19 ғасырда өмір сүрген Шортанбай Қанайұлының заман халін айтқан өлеңінің аты. Шортанбайдың өлеңі ілгері соңғы ақындардың барлық күй сарынын бір арнаға тұтастырғандай жиынды өлең болғандықтан, бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың барлығына зар заман ақындары деген ат қойдық. Зар заман қазақ әдебиетіндегі кезең атауы. Аталған кезең Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан қазақ хандығындағы бұрынғы ел басқару жүйесінің жойылып, халықтың саяси, экономикалық және де рухани езгіге ұшыраған тарихи уақытын сипаттайды. Зар заман өлеңінің авторы Шортанбай Қанайұлы. Шортанбай Қанайұлының өмір баянымен танысу үшін біз сіздерменен қазір мынандай бейне материалды бірге тамашалайық. Шортанбай Қанайұлы жерленген жер Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу аюлы ауылынан оңтүстік батыс жағында орналасқан. Жерлеу орнының үстіне темірден жасалған 4 тағанды, үсті күмбезді ескерткіш орнатылған. Шортанбай Қанайұлы 19 ғасырдың көрнекті ақыны. Қазақ әдебиетіндегі зар заман кезеңінің ірі өкілдерінің бірі. Шортанбай ақынның шығармаларында қазақ даласындағы сауда-саттық, бай мен кедей тағдыры, әлді мен әлсіздің тайталасы сияқты қоғамдық жіктер, билік үшін күрес, сайлау науқандары барысындағы көптеген теріс әрекеттер мен даулар көркем тілмен суреттеледі. Ол өзіне дейінгі Бұқар, Тәттіқара, Ақтамберді жыраулар мен шал ақынның мұраларымен жақсы таныс болған. Шортанбай сонымен қатар айтыс ақыны ретінде Шөже, Орынбай, Асан ақындармен сөз сайысына түскен. Жақсы балалар, сабағымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Зар заман толғауынан үзіндіні мұқият тыңдаймыз. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Әуелгі қорлар зор болды, сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды, сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтер алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Заман ақыр боларда алуан жан шықты. Қайыры жоқ бай шықты. Сау бішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты. Байлар ұрлық қылады, көзіне малы көрінбей, бейлер жейді параны, сақтап қойған сүріндей. Заманың сенің құбылды, текеметтің түріндей. Мына заман қай заман? Азулыға бар заман, азусызға тар заман. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген. Мұның өзі тар заман. Тәңірім болғай деместен, анты жұқпас бойына, әрнер түсе ойына. Жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, тіпті амал жоқ қазақтар, енді сенің торыңа. Орыс, бүркіт, біз түлкі, аламын деп талпынды. Бұл асылық асқан заманда,
Ұл туады ата менен егесіп, қыз туады ана менен теңдесіп, баласы кетіп тыюдан. Зар заманның аяғы, заманның кетті баяғы, ықылас ниет қалмады, үлкенге билік салмады. Жарлының жалғыз сүйеніш, мал болыпты таяғы. Жақсы балалар, енді жаңа біз тамашалаған бейне материалдан және де зар заман толғауының үзіндісінен тыңдаған өлеңді ескере отырып, ақынның бойында кездесетін қандай гуманистік қасиеттерді байқадық, соны топтастыру стратегиясына түсіріп жазамыз. Дескриптор автордың тұлғалық болмысын анықтайды, автордың тұлғалық болмысы арқылы гуманистік қасиеттерін ажыратады. Өзіңді тексер. Ақынның бойында кездесетін гуманистік қасиеттерді топтастырып жазғанымызды экранда көрсетілген қасиеттерменен салыстыра отырып талдаймыз. Жақсы балалар, енді көркемдегіш құралдарға назар аударайық. Ғалым Жұмалиев анафора мен эпифора жайында: анафора сөйлем басында бір сөздің немесе сөз тіркесінің қайталанып келуі. Өлеңді шығармаларда сөйлемнің әсерлілігін күшейту үшін белгілі бір сөз тіркесі жол тармақ аяғында қайталанады да эпифора деген атау алады деп жазған екен. Эпифора өлең тармақтарының соңында бір сөздің тіркесінің бірнеше рет қайталанып келуі. Бұл қажетті бір ойға, құбылысқа ерекше назар аудартып, сөз әсерін арттыру үшін қолданылады. Қазақ өлеңінде эпифора сөздің кезекті қайталау үлгісіне жатады. Мысалы, Ақтан Керейұлының мына өлеңінің эпифораны айқын көреміз. Қыз бала көркем көрінер, беттегі нұрлы қанымен, еділ көркем көрінер, жағалай біткен талменен деген сөз тіркесін қайталау термелеп, бірнеше нәрсені тізбектеу үшін қажет болған. Анафора сөйлеудің әр параллельді элементінің бастапқы сөзін қайталаудан құрылатын сөйлеу пішіні. Мысалы, Мұқағали Мақатаевтың «Бақыт» деген өлеңін алсақ: бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, бақытымда басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің. Тапсырма: жеке жұмыс. Зар заман толғауынан көркемдегіш құралдар анафора мен эпифораны тауып талдау жасаңыз. Дескриптор толғаудан көркемдегіш құралдарды табады, қолдану аясын түсіндіреді. Үйге тапсырма: қазақ әдебиеті 7 сыныпқа арналған оқулықтағы 60-63 бетке дейін оқу, 64 беттегі білу және де түсіну сұрақтарына жауап беру. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.